Brookhaven hikoyasi. Ya, kechirим, chaqirdingiz-a? Ya, o'g'lim, men seni chaqirgan edim. Men sana birdeme aytayın degim. Осы kompaniyani ko'rding-ba? Bugundan boshlab u seniki. Alaqay, керемет. Men әлемдегі ең бақытты адаммын. Рахмет сізге. Мен енді өзіме қалағанымды ала аламын. Блин, маған ертең самокатын жөндеу керек еді, сынып қапты ата. Мектепке де әзір жетемін. Мынау жаңадан келген оқушы ма не? Мә, машинасы әдемі екен ғой. Мә, бай шығар я. Қазір онымен достасып алу керек. Сәлем, менің атым Солти. Мен мына мектепке жаңадан келгенмін. Иә, менің атым Денис. Иә, Денис, танысқаныма қуаныштымын. давай екеуміз бүгіннен бастап дос болайық. Сенің машинаң күшті екен. Әдемі. Жоқ, мен достаспаймын. Ладно, еще бара берші. Кетме. Мә, мынау жаңадан келген оқушы Солти ма? Достарым айтады ғой маған бай деп. Танысып алу керек мынамен. Тез дос бола қойып, ақшасын алып алу керек. Жарайды, енді сабақ болып жатыр қазір. Сабақтан кейін сөйлесіп аламыз. Мә, сабақ бітті. Солти, тоқтай тұршы, мен саған бірдеме айтайын дегем. Менің атым Айша. Танысқаныма қуаныштым. Бірдеме сұрайын деп едім ба? Жай ма? Анау сыртында сенің машинаң ба? Иә, менің машинам ғой. Жайша ма? Давай екеуміз картинг келейікші, сен маған ұнап қалдың. Ақшам көп қой деймін, иә? Иә, достаточно. Бірақ мен қыздармен таныспаймын, сигма бойым. Все, ладно, давай. Тоқташ. Давай деймін. Тоқташ. Үйге барып демалып алмасам қазір. Мынау кімсің айтқан? Да, алло, бастық. Біздің компаниямыз банкротқа ұшырады. Компаниямыз құнсызданып кетті. Мә, қалай болғаны ол? Мә, енді не істеймін енді қазір? Үйге барып Солтиға айту керек. Компанияны кеше ғана бердім ғой оған. Что-то қобалжып тұрмын, айтуға оған. Жарайды, енді кірейін. Оğlum, мен саған бірдеме айту керекпін. Кеше саған сыйлаған компаниям бүгін банкротқа ұшырап кетті. Компаниям құнсызданып кетті. Әке, бұл әзіл ма? Жоқ, әзіл емес. Бүгін үйден шығуымыз керек. Басқа үйге көшеміз. Киімдеріңді жинастыра бер. Мынау Солти емес па? Шынымен де Солти ма? Иә, мынау Солти ғой. Келе жатқан машинасы қайда кеткен? Кедей болып кеткен бе? Сәлем, қалайсыңдар? Сен машинаң қайда кеткен? Сен неме кедейсің бе енді? Иә, енді кеше компаниям банкротқа ұшырап кетті. Енді мен бүгіннен бастап кедеймін, жаяу жүрем енді. Өй, кетші, сен өтірік айтып жатсың ғой. Мен білгенмін кеше сен машинамен келдің ғой, соны прокатқа алғаныңды, жалдап алғаныңды. Құрып кетші бар. Мынау үйдің жанында жатқан неме ноутбук істеп тұр еще. Қазір үйге барып онымен жұмыс істеп, қазір үйреніп алам қазір. Сосын ақша табам, көп ақша табам. Сосын байып кетеміз. Солти күні-түні ноутбук қарап, оны үйреніп алғысы кеп, ақшаның қалай табатынын білмеді. Мен интернеттен көптеген бизнес туралы видеолар көрдім. Және кішкентай онлайн дүкенімді аштым, бірақ оны ешкім сатып алмай жатыр. Солти қайда жүрсе де, қайда болса да өзінің жұмысын тоқтатпады. 5 жылдан соң. Бүгінгі менің айлығым $100,000, алақай. Мыналар неме жұмыс істемей жатыр? Дұрыстап жұмыс істеңдер. Мен сендерге неме үшін төлеп, дұрыстап жұмыс істейміз, тез. Бір-бірлерімен сөйлеспеңдер. Жарайды, мен кеттім. Мына жердің бәрін порядкілеп қойыңдар. Бәрі түзу болсын.
Oğlum, sen bizni qaytadan ayağımızga turg'izsin. Biz seni maqtan tutamiz. Ya, akashim, rahmet. Осының бәрі сіздің арқаңызда ғой. Мен әлі көптеген жетістіктерге жетем. Ол тек қана бастамасы, әкешім. Жарайды, енді маған анда жұмысқа кету керек болып тұр. Жарайды, сау болыңыз. Так, бүгінше машинамен барғым келіп тұрған жоқ. Давай жаяу бара берейінші. Солти. Өй, анау сыныптасым емес пе мен? Баяғыда тық өзгермепті ғой, мен. Солти, мырза, қалайсыз? Байып кеткенсіз, Давайте екеуміз дос болайық. Жоқ, мен дос болмаймын. Айттым ғой уже, баяғыда дедім ғой дос болмаймын. Не керек, айта берші, тез қойшы, уақытым жоқ мен. Көрмей, мен костюм шалбармен жүрмін. Байып кеттім. Ай, сен жүрсің әлі. Жарай енді, өз қолымда ғой. Мен бай болғаным үшін емес, адам болғаным үшін достарымды бағалаймын. Сондықтан мен сенімен дос болғым келмейді. Давай. Нағыз байлық ақша емес, еңбек пен адалдық. Достар, видео ұнаса, лайк пен подписка жасап жіберіңдер. Сонда мен осындай видеоларды көп түсіремін. Бай-бай.